Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен рогаликке жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге жылы су, дрожж, құмшекер, бір жұмыртқа, сұйық май және ұн қажет. Ең бірінші жылы суымызды табамызға құйып аламыз. Одан кейін дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін құмшекерімізді саламыз. Құмшекер менде аз қостым. Сіздер одан да тәтті болсын десеңіздер, одан да көбірек қосыңыздар. Барлық заттардың қоспаларын описание бөліміне жазып кеттім, сол жерден қарасаңыздар болады. Одан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Менің арнамда бұдан да басқа тағам түрлері бар. Ыстық тағамдар, тәттілер, салаттар бар. Көріп кетсеңіздер болады. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды 3 бөлікке бөліп қосып араластыратын боламыз. Аз-аздан салып араластырыңыздар. Ең соңғы ұнымды салып, пышақтың немесе осындай кондитерский лопатканың көмегімен араластырамын. Пышақпен араластырғанда оны кесетін жағынан емес, кеспейтін жағымен араластырасыздар осылай. Осылай ұнымызды сеуіп алып, осының үстіне қамырымызды жұмсақ қып илейміз. Қатты қылып жібермеңіздер. Жұмсақ болуы керек. Бәрін бір тегіс араластырып алғаннан кейін екіге бөліп бірден жасай бересіздер. Ашытып 1 сағат, 2 сағат ашытып отырудың, көтерілудің ешқандай керегі жоқ. Өзі піскеннен кейін көтеріліп, әдемі болып шығады. Ішіне салмасына үйдегі бар заттарды пайдалансаңыздар болады. Менде өріктің вареньясымен, творогпен жасадым. Шоколад немесе варенка қоссаңыздар болады. Қамырымызды видеодағыдай жайып аламыз да 3 бұрыш қылып кесеміз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп алып, салмасын салып жасай бересіздер орап. Менің арнама тіркелмесеңіз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетіңіздер. Және қоңырауша белгісін басып қойыңыз, келесі видео шыққанда ең бірінші сізге көрініп тұру үшін. Мінекей осылай барлығын салып шықтым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай орап шығасыздар. Біріншісін жасап қойдық. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысын жағып 180 градуста 20 минутқа духовкамызға жіберетін боламыз. Екінші қамырына мен осылай творогты салдым. Оны да дәл бірінші видеодағыдай орап шығып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, оны да духовкамызға жіберетін боламыз. Осылай пісіп шықты. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.